сіздермен QoQs арнасы. Бүгін біз өрт сөндірушінің өлімнен кейінгі оқиғасы және оның түрлі сынақтардан өтуі туралы айтылады. Фильмнің атын видеоның соңында айтатын боламын. Ким Жахун өрт сөндіруші болып жұмыс істейді. Ол кішкентай қызды құтқарады, бірақ оның қауіпсіздік белдігі жанып, жыртылады. Ер адам баласымен бірге жерге үлкен биіктікпен құлайды. Жахунның көз алдында оның бүкіл өмірі өтеді. Алайда ер адам көзін ашып, оның тірі екенін және баланың аман екенін түсінеді. Ол құтқарылған қызды ата-анасы құшақтап жатқанын көреді және оның атын білу үшін оған жақындайды. Бірақ жауап берудің орнына ол біреудің атын табандылықпен қайталағанын естиді. Жахун бұрылып, қара киімді ер адам мен қызды көреді. Бір түрлі жұп жоғарыдан ұшып бара жатқан қоқыстардың астында қорықпай тұр екен. Бейтаныс адамдар Жахунмен кездеседі. Бейтаныс қыз Ким Жахунның 2017 жылдың 28 сәуірінде дәл кесте бойынша қайтыс болғанын хабарлайды. Өздерін Хэвен Мак пен Ли Док Чун есімді ақырет сақшылары деп таныстырады. Өкінішке орай, Жахун жерде өзінің денесін және оны тірілтуге тырысқан өрт сөндірушілерді көреді. Ер адам мұның шын екенін түсінеді. Артында портал ашылып, оны өзіне тартады. Оны үшінші сақшы Ган Рим есімді жігіт күтіп алады. Көптеген адамдар бөлініп, Джоханды алға жібереді. Жанып тұрған от жазуы оған батыр деген лауазымы береді. Қақпадан өтіп тозақ алаңына келеді. Мұнда сотта 7 жазаға жауап беру керек. Сатқындық, қатыгездік, сыйламаушылық, өлім, жалқаулық, ғайбаттаушылық және абыройсыздық. Бірінші сотта Жахунға өлім үшін айып тағылды. Ашық аспан астында нағыз тозақ тұңғиығы ашылады. Бұл кінәлі жандардың жан айқайларын естиді. Жахун баяғыда серіктесін отқа қалдырған болатын. Бұл оның кінәсінің тікелей дәлелі. Шындықты білу үшін сұрайды. Иә, Жахун мұны шынымен жасады, бірақ ол серіктесін пешпен басып қалды. Жанып тұрған трансформацияда әлі де тірі адамдар бар еді, және оларды құтқаратын жалғыз Жахун еді. Жахунның айтуынша уақыты аз болды, өйткені ол жерде жарылыс болды. Бірақ содан кейін ол оттан 8 адамды шығарды. Карма айнасы бұл абсолютті шындық екенін көрсетеді және өлім судьясы өз үкімін шығарады. Жахун кінәсіз деп танылады. Күзетшілері бар Парагон Ленин өзені арқылы өтеді. Соттың екінші отырысы. Ган Рим өрт сөндірушіге ешқандай жағдайда жалқаулық судьясымен сөйлеспеуге кеңес береді. Жахун өрт сөндіруші болып жұмыс істеді. Көкөністерді алып жүрді. Саунада едендерді жуды. Даяшы және такси жүргізушісі болып жұмыс істеді. Ол тіпті мысықты құтқарады. Жалқаулық судьясы одан, ол мұны не үшін жасадың деген кезде, ол бәрі ақша үшін деп жауап береді. Осы кезде судьяның ұстанымы өзгереді. Ол оған тек ақша керек екенін және айыптау үкімін шығаратынын айтады. Ган Рим пен Вен Мак суға секіреді және Жахунмен бірге сарқырамада оны не үшін жасағанын дәлелдейді. Егер ол шынымен ақша үшін жұмыс істеген болса, ол науқас анасы мен үлкен ағасына ақша жіберіп отырған. Карма айнасы солай болғанын көрсетеді. Содан кейін жалқаулық судьясы Жахунға ақтау үкімін шығарады. Орман арқылы біздің кейіпкеріміз сақшылармен бірге жала жабу сотына барады. Мұнда ол өмірде айтылған барлық өтіріктер үшін сотталады. Күзетшілер Афрет патшасы Юмра оларға егер олар 100 жыл ішінде 49 жанның қайта туылуына көмектессе, олар өздері осындай мүмкіндікке ие болады деп уәде бергенін мойындайды. Компанияның жолы су ағынымен жарысатын қайықпен көтеріледі. Кенеттен қайықты оларды өлтіргісі келетін тозақ құбыжықтары қуа бастайды. Қатысушылардың әлемінен кекшіл рух кінәлі. Жахунның туыстарының бірі қайтыс болып, өте зұлым рухқа айналып жерде қалып қойған екен. Ган Рим осы кекшіл рухты іздеу үшін жерге келеді. Адамдар әлемінде ол Жахунның үйіне барып, Сухондтың інісі қайтыс болғанын біледі. Зұлым рух күзетшілерден жасырынып ұшып кетеді. Ол оның артынан жүгіреді, бірақ оны қуып жете алмайды. Күзетші жігіт қызмет еткен әскери бөлімге келіп, оның 3 күн бұрын кетіп қалғанын біледі. Осы уақытта Жахун 3-ші сотты бастайды. Ол өтірік айтты деп айыпталды. Біздің кейіпкеріміз қаза тапқандар атынан қыздарына 98 өтірік хабарлама жазған екен. Күзетші Док Чунның көмегімен байланысқа шығады және сотталушы кедей қызды ғана емес, 15 жыл өзінің анасын алдағанын мойындайды. Ол оған өзінің бақытты өмірі, әйелі мен ұлы туралы хаттар жіберді. Жаман әрекет, иә, бірақ бұл хаттар жұқпалы аурумен ауыратын анасына көмектесті. Кедей қызға келетін болсақ, хаттың бір жағында оған жалған үміт сыйлады. Бірақ екінші жағынан ол өте мейірімді және көпшіл болып өсті. Карма айнасы оны жариялады және судья Жахунға кінәлі емес деген үкім шығарады. Парагон өзінің қорғаушыларымен бірге келесі сот отырысына барады.
Джахун мұңайып анасына арнап дайындаған сыйлығын бере алмағанына өкіне. Бала кезінде анасы оларға күрішті ескі қаңылтыр табада пісіретін. Бірақ қазір ол өте ескі, ол көптеген кастрюльдерді өртеп жіберді. Сонымен қатар, бұл күріш пешінде анаға арналған тағы бір хат бар. Байланысқа Ган Рим шығып батырға анасы мен ағасы тірі екенін айтады. Бірақ қайтыс болған інісі Сухон кекшіл рух екені, оны шұғыл түрде табу керек деп айтады. Ган Рим Сухонгпен не болғанын білу үшін өткен шаққа барады. Сухонг тағы бір сарбазбен бірге қарауылда болады. Сухонгты құшақтауға келгенде сақтандырғыштан шығарылған автомат жігітке тиіп, абайсызда өлім болды. Лейтенант жүгіріп келіп, Сухонгты құтқарып қалуға тырысады, бірақ бұл көмектеспеді. Содан кейін ол мәйітті жасырып, Сухонгтың денесін көмуге шешім қабылдады. Бірақ лейтенант жігіттің әлі тірі екенін байқамады. Сарбазбен бірге олар Сухонгты орманға сүйреп апарып тірідей көміп тастады. Достар, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Парагон қорғаушылармен бірге мұзды шатқалда жүреді. Бірден кенеттен мұзды шатқал құлап бастайды. Күзетшілермен бірге Джахун фуникулярға секіреді. Олар мұз блоктарында қоршалған күнәкар жандардың жанынан аспалы жолмен жүреді. Хивен Макс кездейсоқ Джахунға өзінің туған інісінің кекшіл рухы екенін айтып қояды. Осы кезде фуникулярлық кабина ілмектерден шығып, аударылады. Джахун оларды арқанмен құтқарады. Лейтенант сарбазға ақша беріп, жұмыстан шығуға өтініш жазуға итермелейді. Бұл кезде Сухонгтың кекшіл рухы олармен бірге еді. Сақшылармен бірге Джахун аспан көпірмен сатқындық сотына барады. Алайда Джахун әділ адам болғандықтан осы жерлерден еркін өтеді. Ган Рим Сухонгтың рухын дискотека клубынан табады. Ол лейтенанттың артынан келіп, оған төбедегі үлкен шарды құлатып өлтірмекші болғанда Ган Рим кедергі болады. Сухонгты ұстап алып, оған пайдасыз зұлымдықты ұмытып, тыныш кетуін қалайды. Өйткені оның әрекеттері екі әлемге де әсер етіп отырған болатын. Бірақ кекшіл рух барлық сөздерге мән бермейді. Өйткені оны тірідей көміп тастады. Оның ашуы соншалық, бүкіл қала қараңғылыққа батады. Ал қатардағы жауынгер лейтенантқа келіп, шындықты жасыра алмайтынын айтады. Осыдан кейін ол Сухонгтың үйіне барып, кіші ұлының қабірі орналасқан жерге белгісі бар картаның материясын тастайды. Джахун күзетшілермен бірге бос орындардың сәтсіздігіне Хиван Мак Джахунды итеріп жібереді. Тек осылай ғана осы соттың отырысына қатысуға болады. Осы уақытта жер бетінде қатардағы жауынгер өз-өзіне қол жұмсамақ болады. Арқанды мойнына асып жатқанын Ган Рим көріп қалады. Сухонгтың кекшіл рухы пайда болып, сарбаз жігітті құтқар деп айтады. Негізінде сақшыларға басқалардың әлеміне араласуға тыйым салынған болатын. Алайда Ган Рим бұл тыйымды бұзып, қатардағы жауынгерді құтқарады. Осы сәтте сынақ алаңында тепе-теңдік қайтадан бұзылады. Біздің кейіпкеріміз әлі де қатыгездіктен зардап шегеді. Ол інісін ұрды деп айыпталды. Ол судьяның алдында тұр. Тас аксессуарлар үшін ол алыс өткен оқиғаларды бастан кешіреді. Біздің кейіпкеріміз анасы едендегі бөлмеде ұйықтап жатқанда інісін аямай ұрған күнді еске алады. Сол түннен кейін олар ешқашан сөйлеспеді. Өйткені таңертең Джахун қашып кетті. Қылмыскер жәбірленушіден кешірім алмағандықтан, қатыгездік судьясы оны кінәлі деп жариялайды және оны тозаққа жібереді. Хиван Мак Ган Римнен көмек сұрайды. Ган Рим оған жалпы сотты сұрауға бұйрық береді. Біздің кейіпкеріміз қорғаушылармен бірге үлкен шөлге түседі. Осы уақытта Ган Рим Сухонгпен бірге басқа әлемге барар жолда жүреді. Жігіт сақшыға ағасы оны ұрған түн туралы айтады. Джахун анасында, інісінде, өзінде өлтіргісі келетінін мойындады. Анасы күнде ауырады, кедейлік, өмірлері күннен күнге нашарлай береді. Джахун мен Сухонгтың анасы күн сайын әскери бөлімнің қақпасына барады. Онда ұлының табылған постері бар. Сарбаздар оны әдетте қуып жібереді, бірақ бұл жолы ол ішке кіріп кетеді. Әйелді сол лейтенант қарсы алады. Ол оған дөрекі және аяусыз сөйлейді. Ал оның қолындағы картаны көргенде, оны қатты итеріп жібереді. Кедей әйел есін жияды. Сухонг мұны сырттан көріп, ашуланып, қайтадан кекшіл рухқа айналады. Оның ашуланғаны соншалық, ол нағыз дауылдың бір бөлігін көтереді. Ол ақырет пен тірілер әлемін дауылмен айналдырады. Хиван Мака жерге қарай келеді. Ал Джахунмен тек Докчун ғана қалады. Біздің кейіпкерімізді құмға бата бастайды. Докчун жан айқайы шыққан кезде әлемдер арқылы ұшып Сухонгқа келеді. Бұл оны тоқтатады, дауыл тынышталады. Одан кейін Сухонг ақырет судьясымен сынақ алаңында кездеседі. Ол бірден айыптау үкімін шығарып, Докчунды оны қорғауға құқық бермейді. Көзіне жас алып, сотты қайта қарап, оның сөзін бөледі. Патша карманың айнасын көтеріп, қорқынышты шындықты біледі.
Джахун оған жастықпен жақындаған сәтте анасы ұйықтамаған екен. Біздің кейіпкеріміз өз жазасын қабылдауға және тек бір нәрсені сұрап, анасымен тікелей кешірім сұрауды айтады. Бірақ Афрет патшасы бұған көнбейді. Біздің кейіпкерімізге үкім оқылады. Ал Ган Рим осы уақытта Сухонгты анасымен қауыштырады. Ол көктегі сотқа жұмысқа орналасқанын айтып анасын қуантады. Олар Джахунның қашып кеткен күнін еске алады. Ал әйел оны ештеңеге кінәламайтынын және ұлдарын қатты жақсы көретінін мойындайды. Бұны көрген Афрет судьясы бұл енді күнә деп саналмайтынын хабарлайды. Ган Рим курьер ретінде Джохунның анасына күріш пісіруші мен ұлының хатын береді. Ол оны оқып жымияды. Сақшылар да қуанады, өйткені 49 жан түгелдей жиналады. Ол Парагон Сухонг еді. Достар, видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі видео қай фильмге арнап жасайтынымызды пікір алаңына жаза кетіңіз. Бұл фильмнің аты «С богами два мира».